Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге заңгерлік кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақгүл Айдарбекқызы. Бүгін бізде қонақта Есхат Әлімбек мырза. Есхат мырзамен біз несие мәселесін толығымен талқылайтын боламыз. Жалпы еліміздегі несиелену жүйесіне көңіліңіз тола ма сіздің? Менің көңілім толмайды. Өйткені несие қазір жеңіл берілетін болды адамдарға. Сосын пайыздық мөлшерлеме тым жоғары. Көрші мемлекеттермен алып айтсақ та пайыздық мөлшерлеме жоғары бізде. Енді өзіңіз Қытайдан келген азаматсыз, мысалы Қытайда қанша пайыз? Қытайда бизнеске бағытталған несиелер 3%-дан аспайды. Ал жай несиелер ше? 5-6% ғой. 5-6%. Жоғары. Бізде бірақ өкінішке қарай несиенің пайызы 56%-ға дейін барады. Жай ғана мысалы бір зат сатып алу мақсатында алатын болсақ 56% болады, ал бағдарламалар арқылы конкурсқа қатысып алатын болсақ, онда біздің пайызымыз ең төмені 5% болады, бірақ оны зорға жетеді, үлкен күшпен. Ал негізінде 20%-ның үстінде, 20-25%. Ал микрозайымдардың пайызы ол 56%-ға дейін жетеді. Енді қараңызшы, осы несие пайызын біздің төмендетуге мүмкіншілігіміз бар ма? Жоқ, әлде бұл болашақта аспандай бермек пе? Меніңше, егер біз мемлекетіміздің экономикасы қарыштап дамысын десек, міндетті түрде арзандатуымыз керек, төмендетуіміз керек пайызды. Ал егер жоғарылап кете беретін болса, біздің экономикамыздың құлдырауына алып келіп соғады деп ойлаймын. Енді қараңызшы, осы жастарға да меніңше қатты зиянын тигізіп жатқан секілді, себебі кішкентай ғана жас балаларымыз, оқуды енді бітірген балалар ойланбай жатып несиені алып жатады. Бұл қалай сонда? Басқа елдерде де сондай ма? Бұл енді кез келген жаңағы ұйымдардың, жаңағы банктердің төлем қабілетін зерттемей бірден кредит беру дұрыс емес деп ойлаймын, кез келген жерде. Оған банк өз үлесін, пайдасын алады. Бұл жерде кредит алған жақ, екінші жақ қиналады. Мысалы 18 жастағы бала, ол өзінің төлем қабілетін айқындамай тұрып, несие ала салуы мүмкін. Оның арты кейбір өзін-өзі қол жұмсау деп тұрсыз, сол сияқты жағдайларға алып баруы мүмкін. Ал шетелдерде төлем қабілеті анықтағаннан кейін барып беріледі. Өзін-өзі қол жұмсау деп қалдыңыз, осы коллекторлардың хабарласып қорқытқанның әсерінен кейбір адамдар шынымен өз-өзін өлтіріп жатыр, суицидқа дейін барып жатыр. Осы коллекторлардың іс-әрекеттері заңды ма? Заңсыз, әрине. Бірінші адамның, бізде бірінші қорғалатын адамның құқығы болу керек, міндетті түрде. Олар хабарласса болады, бірақ қорқыту, үркітусіз. Енді қорқыту, үркіту ол заңсыз. Сол үшін олардың лицензиясынан айыруға дейін баруға болады. Яғни сіздің айтпағыңыз ешқандай өлімге дейін жеткізбей, жай ғана 1-2 рет хабарласып ескерту керек. Ұмыт кетпедіңіз бе? Сіздің күніңіз мына күн деген сияқты, иә? Ескерту. Аха. Енді тағы бір сұрағым, осы адам құқығы деп жатырмыз ғой. Біздің Қазақстанда адам құқығы қаншалық қорғалған? Басқа елдермен, мысалы, өзіңіз Қытайдан келдіңіз. Қытаймен салыстырып айта кетіңізші? Негізі бізде адам құқығы қорғалған, бірақ кейбір жайттарға байланысты, мысалы, Талғардағы Шерзат оқиғасы болсын, солармен біздің адам құқығы қатты қорғалмаған ретінде көрініс тауып жатыр. Шетелдерде бұндай жағдайды тез шешім қабылдап, жаңағыдай ушықтырмай, тез шешім қабылдап, тез бітіреді. Меніңше, қорғалған, кез келген мемлекет болу үшін бірінші адам құқығын қорғау керек.
жұмыс жасау жағы меніңше жеткіліксіз сияқты. Мысалы Талғардағы шерзат оқиғасын алып айтсақ та тез әрекет жасау жоқ, сосын белгілі бір адамдардың ықпалы әсер етеді да. Мысалы жай адам болғанда қылмыс жасаған адам мүмкін бұл мұншалық үлкен деңгейге шу дау тудырмайтын ба еді деп ойлаймын. Ал шетелдерде ол үлкен адам болсын, мықты адам болсын, немесе жай адам болсын, мұндай үлкен деңгейге дау тудырмай шешуге тырысады. Ол жақта адам құқығы өте қатты қорғалған. Солай. Шерзат демекші біздің елімізде осы оралмандар мәселесі де ушығып тұрған сияқты, себебі олар оралман статусын ала алмай, азаматтықты ала алмай біраз жүреді. Енді осы жолды түсіндіріп кетіңізші, оралмандықты алу үшін не істеу керек, азаматтық алу үшін қанша уақыт керек? Қандастық деп айтайық, қандастық деп айтайық. Қандастық беру қиындаған кішкене. Алматы облысында, Алматы қаласында қандастықты алу басқа облыстарға қарағанда қиын. Тіркелген үйің болу керек деген сияқты барлығына документін жинайсың, оның бәрі жұмыс. Кейде документіңді алады, кейде алмайды. Қандастық бітіргеннен кейін барып, қазір шықты, Қытайда Пекиннен, Қытайдың астанасынан апостил алдыру керек болады. Сол жақтың азаматы. Апостил деген не ол сонда? Апостил дегеніміз сол жақтың азаматы екенін растайтын, қазақ екенін растайтын сондай құжат түрі. Оны бітіргеннен кейін азаматтыққа тапсырады. Азаматтық 3 айдың төңірегінде шығады. Бірақ кей жағдайларда 6-7 ай тіпті 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Бұл жерде құжат өткізу өте қиын. Ол жерде құжатты қадағалап, бір құжатыңыз кем болса артқа қайтарып отырады. Жалпы барысы 1,5-2 жыл көлемінде жай адамдар азаматтық алады. Ал енді олар жұмыс істеуі тиіс пе заң бойынша? Заң бойынша жұмыс істей алмайды. Демек сонда азаматтық алғанға дейін жұмыс істемеу керек, Қазақстанда? Азаматтық алғанға дейін жұмыс істеу қиын. Жұмыс қалмайды. Ол жерде азаматтыққа дейін ин нөмірмен ғана жүреді. Демек зейнетақы жүрмеу керек. Солай ма? Сіз өзіңіз қай жыл алдыңыз азаматтықты? 2018-де алдым. Солай 1-2 жыл бойы күтіп жүрдіңіз, е? Иә. Мен 2012-ге келдім. 2012 жылы 2012-ден 13-ке ауысқан жылы келдім. Сол жылдары Қазақстан азаматтығын алу үшін 5 жыл тұрақты тіркеуде тұруым керек болған. 5 жыл тұрдық. 5 жылдан кейін азаматтық алдық. Одан кейін заң өзгерді. Қандай? Қазіргі кезде 5 жыл тұрудың қажеті жоқ, азаматтық ала беруге болады. Демек бірден келіп азаматтыққа, қандастыққа тапсырасыз бірінші. Одан кейін 3-4 айдан кейін азаматтыққа. Демек қазір 3-4 айдың көлемінде шешілетін шаруа дейсіз ғой. Ал енді дәл қазіргі уақытта Қытайдан Қазақстанға келіп жатқан Қытайдың қазақтар көп пе бұрынғыға қарағанда? Жоқ, әлде аз деп ойлайсыз ба сіздіңше? Меніңше аз. Неге? Өйткені бұрынғыдай шекара ашық емес, ол жақта паспорт жасату қиын деген сияқты әртүрлі факторлар әсер етіп тұрады. Бірақ ана Тоқаевтың соңғы қабылданған заңында шекарадан өту жеңілдетілді деп айтып еді ғой. Шекарадан өту жеңілдетілді, бірақ Қытайдың өз ішінде заңдары, мысалы, паспорт жасату қиындатылды жақта. Бұл жақ бір заң шығарғанмен, ол жақта заң өзгеріп тұрады. Ол жақта әдетте неше жыл ішінде заң өзгереді? 5 жыл. 5 жыл ішінде. Жалпы сол жақтың қазақтарына Қытайлар заң тұрғысынан қаншалық жағдай жасаған? Ол қандай сұрақ? Яғни
қаншалықты Қытайлар Қытайдың қазақтарына жағдай жасаған? Жағдай жасалған, ол жақта тұрмыс кешірем десең, барлық жағдай жасалған. Ал егер Қазақстанға келем деген ойың болса, паспорт жасату жағы қиындау. Демек, ол жақта жұмыс істеуге рұқсат. Иә, рұқсат. Үй ала аласыз, иә? Үй ала аласыз. Және ол жақта арзаншылық деп естігенмін, расымен сондай ма? Иә, арзан. Жалпы Есхат мырза, тағы бір сұрағым осы. Біздің елдің заң жүйесіне, конституциясына көңіліңіз тола ма? Мысалы, тіл мәселесіне келген кезде көптеген дау-дамайлар туындап жатады. Әрине, біз отанымыз деп осы Қазақстан мемлекетін сүйіп, сағынып келдік. Біз бұл елдің заңына ешқандай пікіріміз немесе бір қарсы көзқарасымыз жоқ, тек қана деген айымыз ғана бар, тіл мәселесін мықты қолға алсақ қой деген. Сіз осы армандап, аңсап, Қытайдан Қазақстанға келемін деген кезде бір мына жақтағы орыстанған қазақтарды көріп таң қалған жоқсыз ба? Сіз күткендей болып шықпағандай болды ма екен? Басында болған, қазір үйреніп кетті. Басында болды. Өйткені біз ол жақтан енді Қытайда тұрған қазақ ретінде өзімізді санап, қазақтың өз мемлекеті бар, өз жеке мемлекетінде қазақтар өз тілін белгілі деңгейде пайдаланып, қолданып, жақсы деңгейде жүр ме деп ойлағанбыз ғой. Дұрыс жеткізе алмадым. Жоқ, айта беріңіз, жақсы айтып жатырсыз. Бізде мына Қытайларда айтып жатыр, осы біздің балабақшадан бастап басында қазақша сөйлейтін, қазақша балабақшалар, қазақша мектептер бар болатын. Қазір ол жақта барлығын қытайландыру саясаты жүріп жатыр дейді, солай ма? Иә, әрине. Сіздер сол себептен Қазақстанға келдіңіздер, иә? Солай деуге де болады. Бір жағы әке-шешеміз біз келмей тұрғанда ондай дүние болмаған, барлығы қазақ мектеп болған. Біз келгеннен кейін солай өзгеріп бастады. Әртүрлі жағдаймен келеді, кейбір адам сол себеппен келіп жатыр. Иә, сіздің сөйлеуіңізге де қарасам, таза қазақи, әдеби, көне тілде сөйлейді екенсіз. Жалпы барлық жерде, барлық уақытта осылай сөйлеуге тырысасыз ба? Әрине. Бұл біздің мемлекеттік тілдің дамуына қосып жатқан үлесіңіз ғой. Рахмет, солай деп қабылдасаңыз егер. Жақсы, Есхат мырза, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Көріскенше күн жақсы болсын. Рахмет.